Короче, мамашка мені айран алуға жұмсайды. Холодильникте 3 ақ, 8 жасыл, 13 қызыл түсті айрандар бар. Бірақ маған 5 бірдей түсті айран керек. Алынған айрандардың ішінден 5 бірдей түсті айран болу үшін неше айран алуым қажет? Есепке байланысты мен бір парадокс айтатын болсам, біз 3 ақ, 8 жасыл, 13 қызыл айрандардың ішінен 5 бірдей айран алуға біз кепілдік беруіміз керек. Сондықтан да біз 3 ақ, 5 бірдей айранға жетпейді. Сондықтан да біз оны толық аламыз. 8 жасылдың 5-еуіне жетпейтін ол бізде 4 жасыл. Және де қызылдан да 4-еу. Жауабы 11 айран. Бірақ та бұл бізде ең нашар жағдай деп аталады. Және де біз 5 айранға жетпеген соң 11-ге келесі бір жасыл немесе қызылды алатын болсақ, есептің жауабы шығады. 11-ге 1-ді қоссақ 12. 12 есептің жауабы. Бүгін біз дүкеннен айран алу мәселесіне байланысты есепті шештік. Саған тағы қандай есептер қызық? Астына комментарийге жаза кет.